Қалмақ би деп аталған екен. Нұрғали Әшімхан деген менің 4-ші курс студенті. Домбыра сазы және Тарлан талант. Қос кітап. Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері профессор Карима Сахарбаеваның туындылары. Ақтауда ғалым кітаптарының тұсаукесері өтті. Домбыра сазы қазақтың күйшілік өнер туралы баяндалған. Қазақтың қара домбырасының қасиеті, қос ішектің қоңыр үні, кез келгеннің жан дүниесін тебірентері сөзсіз дейді автор. Бұл оқулық ұстаздарға, өнер мектебінің шәкірттеріне және домбыра аспабын үйренгісі келетіндерге арналған. Ал Тарлан талант кітабы Қазақ ұлттық консерваториясының алғашқы түлектерінің бірі Боздақ Арзахановқа арналған. Оқулықта ұлағатты ұстаздың өмір өнер баяны, өскен ортасы мен халық аспаптар оркестрі үшін атқарған шығармашылық қырлары баяндалған. Осы домбыра өнерінің энциклопедиясы десек болады. Домбыра өнерінің ғылымы десек болады. 1-ші сыныптан 5-ші сынып бала естен кіргеннен домбыраны қалай ұстау керек, қалай отыру керек, қолын қимылға қалай келтіру керек, содан өскенше. Ол бала музыкант бола ма, болмай ма, домбыра туралы, домбыраның күйі туралы, домбыраның пайда болуы туралы, күйдің аңыздары бәрінен мағлұмат алады. Маңғыстаудың мен риза болатын жерім, сиқырлы таяқша деген Боздақ Арзахановтың конкурсын 4-ші рет пе 5-ші рет өткізіп жатыр. Бұл нені көреді? Ерін іздейтін елдің бар екенін көрсетеді. Өнерлісін қадірлейтін халықтың бар екенін көрсетеді. Сондықтан жаман болмаймыз осылай болсақ. Бәріне Маңғыстаудың жолын берсін. Бүгінгі рухани шарада ұстазын қолдап келгендердің бірі Әсел Алина, Карима Сахарбаеваның шәкірті. Таныстығы сонау 2000 жылдардан басталған байланыс бүгінде үзілмей келеді. Бізді таныстырғанда, табыстырғанда өнер дейді Әсел. Қос ішектің құдіретін ұқтырып, музыка әлеміне махаббатын оятқан ұстазына шәкірті алғысын білдірді. Бұлай қарағанда көбісі ойлайды, Карима апайдың түріне қарап сұсты ғой енді ол кісі, сондай бір қатал деп. Жоқ, мен ол кісінің шәкірті ретінде айта аламын. Карима апайдың бойында тек ұстаздықтан бөлек аналық мейірім бар. Ол кісі шәкіртті дайындаған кезде тек қана бір бағытта домбырамен шектеп қалмайды. Толыққанды тұлға ретінде тәрбиелейді. Болашағын дұрыс меңзей алады әр баланың. Ол дирижерлықты көреді, ол басқа да қырларын ашады. Мысалы, біздерді домбырамен қатар ғылымға тәрбиелейді. Тек қана домбыра емес, оны жазу керек деп соған баулайды ғылымға. Сонда ерекше ұстаз. Жиынға ұстаздың өнердегі үзеңгілестері мен шәкірттері қатысты. Карима Сахарбаева ұстаздық жолында талай таланттарды тәрбиелеп, өнерде қанаттануына үлес қосқан. Ұлттық өнерге өлшеусіз үлес қосып, талай ғылыми мақалалар мен еңбектердің авторы. Расулан Мұқан Мұқағали Нұрдәулет Соңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.